Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгін бәріміз жақсы көретін фастфуд өнімдерінің біз білмейтін 12 құпиясы туралы айтамыз. Ал кеттік достар. Біріншісі, барлық тағамның дәмі бірдей. Барлық фастфуд тағамдарының дәмі бірдей болатынын байқаған шығарсыз. Ендеше, оның сыры мынада. Адамдарға ащы, тәтті тағамдар ұнайды. Сол себепті фастфуд жасаушылар өз өнімдерінің барлық адамға ұнағанын қалайды. Сондықтан барлық дәмді біріктіруге тырысады. Екіншісі, ет 30 секундта әзірленеді. Бургерлар әп-сәтте әзірленеді. Бургердің құрамындағы ет 30 секундта дайын болады. Себебі ет аспаздың қолына түскенге дейін әбден қатырылып, қуыруға дайын болып тұрады. Үшінші құпия, фастфуд жеуге жеңіл. Фастфудты ұзақ шайнап отыру қажет емес, жеуге де, қорытуға да жеңіл. Зерттеулерге сәйкес, дені сау адам тағамды орта есеппен 12 рет шайнауы керек. Ал сіз бургерді 12 рет шайнап көрдіңіз бе? Жылдам дайындалатын тағам жылдам желінеді. Демек, тез және көп тамақтануға әкеп соғады. Келесі құпия, түсі тәбетті артырады. Қызыл, сары түстер фастфудта тегін қолданылмайды. Олар адамның тәбетін оятып, қызықтырып тұрады. Кейде мұны кетчуп пен қышаның түсі деп те атайды. Бұл дәмдеуіштердің тәбет шақыратын айтпаса да белгілі. Ең басты мақсат сізге көбірек сату. Ғалымдар ұсынған нәрседен бас тарту қиын екенін анықтады. Кез келген адам фастфуд алғанда ойлағанынан көбірек алады. Зерттеулерге сүйенсек, тұтынушылардың 85%-ы дәмін көресіз бе, қосып берейін деген сөздерден бас тарта алмайтын көрінеді. Себебі сатушылар фастфудқа қосымша тағы бірдеңе алуды үнемі ұсынады. Орташа кола ма әлде үлкені ме? Сусындар сатылымын арттырудың ең қарапайым тәсілі әр порцияның көлемін көбейту. Мысалы, коланың ең үлкені ойлап табу. Ал адамдар әр қашанда орташасына жүгіреді. Шын мәнінде бұл сатылымды арттырудың таптырмас тәсілі. Отта жана піскен ет иллюзия. Бургердің оттан алынған тәбетті артырады. Бірақ шын мәнінде ол ас үйде отқа қақталмайды. Бұл зауытта мұздатқаннан кейін жасалады. Кейін оған түтіннің иісін сіңіреді. Салат салауатты өмір салтына негіз болмайды. Салаттың жеңіл тағам екені жиі айтылады. Ал фастфуд мейрамханаларында дайындалған салат шын мәнінде өте калориялы болуы мүмкін. Және де сапасыз кофе. Бағасы төмен мекемелердің басым бөлігі пенопласт стақандарға құйылған кофе ұсынады. Ал пенопласттың құрамында химиялық компонент стирол бар. Ол ыстық сұйықтық араласқанда бөлініп, адамның жүйке жүйесіне әсер етуі әбден мүмкін. Сондықтан қағаз стақандардағы кофені алған жөн. Фастфудтағы жұмыртқа жай жұмыртқа емес. Таңғы ас немесе жеңіл тамақ ретінде ұсынылатын жұмыртқа құрамында қоспа бар. Ол қоспа глицериннен, диметилполисилоксан және кальций силикатынан тұрады. Сондықтан жұмыртқаны үйде өзіңіз қуырып жеген жақсы. Және келесі құпия, бөтелкедегі кола мен мейрамханадағы кола әрдайым екі түрлі болады. Макдональдстан сатып алған коланың бөтелкедегі колалардан тәтті екенін байқаған боларсыздар. Шынында екеуінің дәмі бірдей. Бірақ фирмалық концентраттар мейрамханада сумен араластырылып газдалатындықтан дәмдірек болады. Және де соңғы құпиямыз, фастфуд өнімдері ұзақ сақталмайды. Егер түскі асқа фри картобы мен гамбургер жемек болсаңыз, оларды тапсырыспен алғызудың еш қажеті жоқ. Жылдам әзірленетін тағамдар ұзақ сақтауға келмейді. Мысалы, фри картобы тек 5 минутта дәмді болып, одан кейін дәмін жоғалта бастайды. Сол себепті асханадан сізге жеткенше бар қасиетін жоғалтады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Бүгінгі ақпарат сізге пайдалы болған болса,
Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де фастфуд жеуді азайтайық достар. Келесі кездескенше.